Қайырлы күн, менің оқырмандарым. Қал жағдайларыңыз қалай, жақсы ма? Сіздермен қауышқаныма өте қуаныштымын. Басты байлық, денсаулықтарыңыз қалай, жақсы ма? Көктем маусымы да бітіп жатқан жайы бар. Енді жаз маусымы аяқ басайын деп тұрған жайымыз бар. Мектеп бітіріп жатқан түлектерге тілейтінім жақсы емтихан жақсы тапсырып, ентіден жақсы балл алып, грантқа оқуға түсуге тілекшімін. Әумин. Қалаған мамандықтарына өздерінің өз қалауларымен өмірге, жаңа үлкен өмірге қадам басып жатыр. Қадамдарына гүл бітсін, қалаған мамандықтарына түсуіне мен тілекшімін. Және де бір оқырманым сұрапты: апай, қалайсыз? Мен адамдармен амандасам, бірақ көп адам мен сәлемімді алмайды деп. Ол сұрақ маған келгесін, ол сұрақтың жауабы да келді. Адаммен амандасу, бізге ол парыздардың біріне жатады. Сондықтан бірінші сәлем беру. Сәлем бердің ба, ол сен өзіңнің парызыңнан құтылдың. Ал сәлем алу, алмау, ол қарсы беттің несі. Ол алды ма, алмады ма, оның несі. Сондықтан ол мәселені сен шеше алмайсың. Қарсы беттің адамның несі. Алады, алмайды. Сондықтан өзіңнің парызыңнан құтылдың ба, ол болды. Сондықтан ол әр адам баласының бір-бірімен амандасу, біздің өзіміздің адами парызымыз. Сондықтан ол сәлеміңді жазба, өзіңнен үлкен болсын, қандай адам болса да сәлеміңді жазбай амандасып жүргенің, ол бәріңді шақырамын. Маған келген жауап осы. Сосын екінші оқырманым жазды: апай, жаз маусымы басталып келе жатыр ғой, жалаң аяқ жүруге қай уақыттан бастан болады екен деп. Сондықтан ол сұрақты сұрап, ол сұрақтың жауабы да келді. 17 маусымнан бастап жайлап жер ана қызады. Сол кезден бастап білуші Алла деп айтайын, жалаң аяқ жүруге болады. Жерден қуат алуға, осы уақытқа дейін жер бір аунап жатыр, жер тыныс алып жатыр. Сондықтан енді міне маусым 7-сінен бастап жайлап жалаң аяқ жүріп, жерден қуат алуға болады. Сондықтан оқырмандарым, сіздерден сұрайтыным, маған подписка жасаңдар, лайк басыңдар, комментарий жасыңдар. Подписчигім көбейсін, ортамыз тола берсін. Мектеп бітіріп жатқан оқу, бір жылдық оқу несі бітті, сол тағы да құтты болсын. Балаларыңыз үлкен белестерді бағындырсын. Биыл диплом алып жатқан балалардың дипломдары құтты болсын. Елге адал қызмет ететін жақсы мамандар шықсын. Емтихан тапсырып жатыр, сол емтихандары да құтты болсын. Сол емтихандарын жақсы тапсырып, дипломдарын қолдарына алып, адал қызмет етіп елге, әрбір адам өзінің маманның иесі болуына мен тілекшімін. Ол плотник болсын, ол сварщик болсын, мейлі ол қандай мамандықтың иесі болсын, сол мамандықтың иесі болып, адал нан жеп, адал қызмет етіп, бәріне тілекшімін. Сондықтан аспанымыз ашық болсын, аспанымыздан бұлт жаумасын, жерімізде тек қана бейбітшілік болсын, су тапшылығы болмасын. Биыл егейін деп жатқан егініміз бітік шықсын, малымыз егіздей берсін, өрісіміз малға толып, үйіміз жанға тола берсін. Аспанымыз ашық болып, келесі кездескенше күніміз жарқын болсын.